Нұртас Дәндібайұлы Оңдасынов 1904 жылы 26 қазанда Түркістан жерінде дүниеге келген Түркістанның түлегі. Ол жас кезінде әке мен шешеден жетім қалып, Ташкенттегі жетім балаларға арналған мектеп-интернатында дәріс алған. Ол кездегі көшеде қалған қиын жағдайдағы балаларды көшеден жинақтап әкелген және тәрбие берген Ғани Мұратбаев болатын. Онан кейін Ташкентте алаш зиялылары сол уақытта жүрген, олардың ішінде Сәдуақас Оспанов, Әмин Жүсіпов сияқты білікті алаштың ардагер азаматтары осы жас жеткіншектерге сабақ берген. Мысалы, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының ұлы Әмин Жүсіпов оларға араб тілінен сабақ берсе, Ғани Мұратбаевтың өзі орыс тілінен сабақ берген. Ал мектеп-интернатының директоры сол кезде Сәдуақас Оспанов деген алаш зиялысы болған. Яғни өзі сияқты Нұртас Дәндібайұлы, Жүсіпбек Арыстанов, Өтебай Тұрманжанов сияқты сол уақыттағы бір кезеңнің балаларын бір шоғыр зиялы қауым болып өсуіне септігін тигізген осы алаш арыстары болатын. Одан кейінгі өмір кезеңінде Нұртас Дәндібайұлы Оңдасынов орман шаруашылық техникумына түсіп, сонда оқиды Ташкентте 20-шы жылдардың ішінде. Ол орман шаруашылығы техникумын бітіргеннен кейін ирригациялық институтқа түсіп, Ташкент қаласында ирригациялық институтта оққан. Міне осы Ташкентте ирригациялық институтты бітіргеннен кейін оның өмір жолындағы еңбек жолы Қызылорда қаласынан басталған. 1927 жылы Қызылордадағы Қызылорда қазалы су шаруашылығы деп аталатын мекемеде қарапайым қызметкер болып еңбек жолын бастаған Нұртас Оңдасынов кейін Шымкентте, Тараз жерінде, Жамбыл су қоймаларын мекемелерінде жұмыс істеп, кейін Қазақстан орман шаруашылығы мекемесінде орынбасар, онан кейін төраға болып жұмыс істейді. Кейін өзінің қабілетін көрсеткен Нұртас Дәндібайұлы 34 жасында осы Қазақстан үкіметінің төрағасы болып тағайындалған. Сол 1938 жылдан 1951 жылға дейінгі аралықта осы Қазақстан үкіметін 13 жыл қиын кезеңде басқарған Нұртас Дәндібайұлы Оңдасынов Қазақстанның индустриалды өнеркәсіптік кешенінің дамуын барлығын басшылық жасап, соғыс жағдайындағы қиын кезеңнен елді алып шыққан бір мықты қазақтың тұлғасы деп айтуға болады. Кейінірек 1951-53 жылдың аралығында ол кісі Қазақстан жоғарғы кеңес төралқасының төрағасы қызметін атқарды. Онда да ел үшін оңды заң шешімдерін қабылдап, Қазақстанның әкімшілік аумақтық өзгерістеріндегі бөліністерге қол қойды. Оның кейін мына оңтүстік Қазақстан жерін кезінде Өзбекстан Республикасының құрамына аламыз деген уақытта Хрущев пен Усмановқа қарсы өзі батыл көзқарасын айтып, Қазақстанның оңтүстік облыстарын қосуға рұқсат етілмейтіндігін ескерткен болатын. Онан кейін ол кісі мәдениет пен өнердің де мықты жанашыры болған. Мысалы, соғыс жылдарында негізін қалаған Қазақфильм киностудиясының өзі тікелей ықпал еткен осы Нұртас Оңдасынов. Ары қарай өмір жолында ол кісі осы қаншама қазақтың өсіп келе жатқан жастарына қол ұшын беріп тәрбиелеген. Мысалы, сонау Шығыс Қазақстан Лениногор шахтасында жүрген Қонаевтың дарын қабілетін танып, оны соғыс уақытында өзіне үкімет төрағасының орынбасары етіп алып кеп, 10 жыл тәрбиелеп саясат сахнасына шығарған осы Нұртас Дәндібайұлы Оңдасынов болатын. Одан кейінгі бір жақсылығы Жезқазғанда экспедицияда алыста жұмыс жасап жатқан Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың өзін шақырып, осы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев Қазақстан ғылымының басшысы болсын, Қазақстанның жаңадан ашылып жатқан
Қазақ КСР ғылым академиясының президенті осы кісі болсын деп, соны одақтық академияның президенті Комаровқа өзі таныстырып, өзі ұсынған болатын. Сөйтіп, Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың Қазақстан ғылымының басшылығына келуіне өз жәрдемін тигізген. Нұртас Оңдасынов қазақ халқының шын жанашыры болған тұлғасы. Ол кісінің өзінің 3 даналық айтқан сөзі бар. Бірінші, қолым таза дейді. Билікте қаншама жыл билік басында отырып, ешкімнен бір тиын пара алған жоқпын дейді. Екіншіден, арым таза дейді. Мен 38 жылы билікке келіп жатып, Қазақстанда ешкімнің атылуына үкім шығарып қол қойған жоқпын дейді. Үшіншіден, жүзім таза дейді. Кадр тағайындау саясатында мен ешкімнің руын, жүзін, оның жерін сұраған емеспін дейді. Нұртас Дәндібайұлы Оңдасынов туралы Мемлекет тарих институтының ұлы дала тұлғалары сериясымен 2017 жылы еңбегіміз жарық көрді. Ол еңбекті жазу үшін Қазақстан Республикасының облыстық деңгейдегі, республикалық деңгейдегі 10 шақты архивтерінен қорлар қаралды. Ол кісінің бұйрықтары, шешімдері, сол уақыттағы нақты қол қойған құжаттары қарастырылып, өзінің замандастарының естеліктері пайдаланылды. Оның кейін әлі де тірі жүрген, көз көрген азаматтармен сұхбаттасып, ол кісі туралы мәліметтер алынды. Соның барлығы кешенді қорытылып, осындай көлемді еңбектің жарыққа шығуына пайдаланылды.